алыңыздар. Сіздің ойларыңыздан өтеді деп ойлаймын. Біз Жібек екеуміз қатты дайындалдық, және осы сыныпты Назира апайға жақсы көрсету үшін өйстіп бір мереке құрастырдық. Сәлеметсіздер ме? Біздің жаңа жылдық мерекемізге қош келдіңіздер. Бүгінгі мереке іс-шараларымыз сіздер ойлағандай өтеді деп ойлаймын. Сөз кезегін Арун аға Жібекке береміз. Осы жаңа жыл мерекесі 2023 жыл келе жатыр. Сол себепті біз осындай сыныбымызбен кішкентай іс-шара өткізуге дәл келеді деп ойладық. Және де осы іс-шарамыз жақсы өтеді деп ойлаймыз. Осы жаңағы бізге көмектескен қыздар Әсене, Алма, тағы Аружан, сол қыздарға рахметімізді білдіреміз. Өйткені біз деген екеуміз ғана бір жұмысты тез бітірмеуші едік. Сондықтан Әсене, саған өте рахмет. Өйткені сен осындай жақсы снежинкаларды жасадың, жаңағы сыныбымыздың ұйымдастырылуына өте рахмет айтамын, және өйстіп безендір келгенімізге өте қуаныштымын. Қазір әсем күй шертетін балаларды ортаға шақырамыз. Мерекесі болу үшін әрбіріміздің ақ тілегімізді, жақсы ниеттерімізді айта кетейік. Парта бойынша шақырайық. Жылымызды жаңа жылмен құттықтаймыз. Жаңа жылымыз сәтті өтсін, және де біз солай класспен жиналып, солай барып келесі жаңа жылдарды өткізе берейік. Бәрімізді жақсы оқитын, керемет, 5-ші класстардың ішінде тіпті 12-ші гимназияның ішіндегі ең мықты, ең білімді, ең ұйымшыл, ең тәртіпті сынып болайық. Сендерге Апай, сізге рахмет айтамын. Өйткені сіз бізді актерлік өнерге тартыңыз, және де егер сіз болмасаңыз, бұл іс-шара болмайтын еді. Өйткені сіз бізді YouTube-қа салып, бізді ашып жаттыңыз. Сондықтан сізге класс бойынша рахмет айтамын. қандай тілек айтқысы келеді? Ал, Нұрали не айтады? Апай, сізге көп алғыс айтамыз класстың атынан. Сіз бізді оқытып, дамытып келе жатсыз. Сіз де 6 жыл, сіздің де 11 жылдық тәжірибеңіз бар. Апай, Назира апай, сізге рахмет. Осы 2023-те сіз деген бізге риза болып, ауырмай, сырқамай, және де армандарымыз орындалып, және барлық баланың дені сау болуларына бәрі орындалып. Сондай осы барлық сыныптың атынан мен сізге рахмет айтқым келеді. Өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Сізге Назира апай, мен сізге қатты рахмет айтамын. Себебі сіз бізге білім беріп жатсыз, біз ең 4-ші класста өтпеген заттарды өткізіп жатсыз. Және де ауырмаңыз, сырқамаңыз, денсаулығыңыз жақсы болсын. Осы 2023 жылыңыз жақсы өтсін, армандарыңыз орындалсын. Ешқандай жамандық болмасын, тек қана жақсылықты күте берсін. Назира апай, мен класстың атынан біз бәріміз сізге үлкен рахмет айтамын. Жаққа 2023 жылмен құттықтаймын. Осы жыл ол яғни қоянның жылы болып табылады. Біз осы қоян секілді шапшаң болайық. Осындай сыныбымызбен бірге кештер өткізе берейік. Жатқан
2023 жылы құтты болсын. Біз қатты қуаныштымыз осындай Назира апай, біздің апайымыз болғанымызға. Біз осылай әр жыл бірге тойлап, жақсы класс болып жүрейік. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы 2023 жыл бізге бақыт әкелсін. Біздің денсаулығымыз мықты болып, біз осы мектепте бестердің арасында жақсы класс болайық. Мен осы сынып ең күшті болсын, бестердің арасында. Тағы басқа 23 жылы ең күшті жыл болсын. Оны барлығымыз беске аяқтап, ата-анамызды тыңдап, жаңа жылдарың құтты болсын. 2023 жыл ең күшті жыл болсын. Еліміз өркендеп, мықты болсын. Экономикамыз жақсы болсын. Біздің классымыз өте мықты болып, олимпиадалар бәрінен ұтып, бүкіл әлем бойынша 5-ші сыныптар арасында ең күшті класс болайық. Амин.